Қазақстан қазаққа толмай нағыз тәуелсіздік орнамайды деп. Елді таңғалдырып жатқан елден көшіп кетуіңізге, осы Қазақстанға көшіп келуіңізге не себеп болды? Анау университеттің қабырғасында жүргенде осы Қазақстанға келу деген арман бар еді. Дәл қазір қазақтың қасиетті топырағын табаныңызбен басып, ауасымен демалып отырсыз. 5 миллион қазақ көзі жаудырап шетелде Қазақстанға келе алмай жүр. Қазақстанның өзгерісі, мен егер де бірінші анау 98 жылды айтатын болсам, ол 98 жылды айтқанда жер мен көктей айырмашылық бар. Сіз өзіңізді қандас, оралман, Қытай деген атаулардың қайсысына жақын көресіз? Жасыратын жоқ, қоғамда ол қашып кеткен кезінде анау мынау деген біртүрлі пропаганда жаман ақпараттар айтып жатқан біреулер болады. Бірақ мен Қытай емеспін. Мен Қытайдың қазағымын тек қана. Мен Қытайдан келгенім рас болса. Маған әрине қандас деген мен жүрегіме жақын. Оралман десе ренжімеймін. Сол жаңа союздың кезіндегі бір қазаққа прописка бермей қойған сияқты бір шеттету болып жатыр ма, не болып жатыр? Ол қандастардың өзінде 1,5 миллион халық деп келген айтқанмен, оның ұрпағымен қосқанда ол әзір 3 миллион, былай да былай 3 миллион халық болды. Бір қырғыңызға қанша жылсыз келуі мүмкін? Аса құрметті Алаш жұрты. Эфирде Абай Серіктің YouTube каналы. Ассалаумағалейкум, Алаш жұрты, Абай Серіктің YouTube каналына қош келдіңіздер. Біздің каналдың мәртебелі қандастар айдарының бүгінгі мәртебелі қонағы экономист, Қазақстан мәдениет саласының үздігі Ербосын Нұрмұқанұлы. Ербосын мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін мынау Сарыарқаның төрінде Астана қаласында сізбен кездесудің сәт түскеніне, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Біз сіздің өнеріңізді анау Қытайдан бері қарай білеміз. Сізді біз негізі экономист емес, жаңағы продюсер деп таныдық. Өйткені жаңа әуен деген кереметтей жаңағы продюсерлік орталықты құрып, Қытайдағы қандас өнерпаздарды елге танытуға үлкен үлес қостыңыз. Соны распространить еттіңіз, мен соны сол туралы біледі екем. Жалпы енді біз білмейтін Ербосын мырзаның қырлары өте көп. Қазір осы сұхбат барысында ашуға тырысамыз. Ербосын мырза, өзіңізді қысқаша таныстырсаңыз, қай жерде туылдыңыз, қандай оқу орнын тауыстыңыз деген сұрақтан бастасақ. Мамандығыңыз не? Жақсы, Серік, рахмет бүгін енді сұхбатқа шақырғаныңа. Мен енді өзім Қытай Халық Республикасында аймағында туылғам. Міне Нарынқолдың ар жағында Өртекес. Сіз Нарынқолдың ар жағында Өртекес болса, кәдімгі мына Алматы облысының Албанының біреу болдыңыз ғой, Әрине. Қазақ анау жөн сұрасатын қалып қой. Руыңыз қалай деп. Қазақ ру сұрасқанда жаңа руға бөліну үшін емес, жет атасын білу үшін Дұрыс айтасың. Сұрайды. Қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады. Сондықтан менің дәстүрлі сұрағым бар. Еліңіз қайсы ел, қандай русыз? Дұрыс айтасың. Өзің айтпақшы, сол біз 1916 жылы Қытайға кеткен албандарымыз, аталарымыз 1916 жылы өркінде кеткен. Содан нағашым Қыпшақ, нағашым 32 жылы кеткен. Сондай енді. Елімді сұрасаң Албан ішінде Құрман деген ел болып. Біз енді содан міне айланып 100 жылдай ортаға уақыт салып қайта көшіп келіп отырмыз. Мен осы 2014 жылы көшіп келдім елге бір жола. Мен туған жерім жаңа айттым, Өртекес. Енді өзімнің оқығанымды айтатын болсам, мен Қытайдың Нанкай деген университетінің экономика факультетін бітіргенмін. Тяньжин қаласындағы, Тяньжин қаласында. Қытайдың мықты премьер-министрлер оқыған университет. Бір 3-4 премьер-министр оқыған, ода сыртқы істер министрлер оқыған, енді сондай. Мамандығым бойынша экономика. Осы жұмыс неден кейін, университетті бітіргеннен кейін мамандығым бойынша негізі жұмысқа тұрғап, бірақ кейін өзімнің қызығушылығым бойынша мен осы Жаңаөзен деген орталықты құрып, өнер саласына кеттім. Жаңа әуенге қай жылдар келдіңіз сіз? Мен 1997 жылы, осыдан міне енді 30 жыл болайын деді. Сол кезде мен осы Жаңаөзен деген бір кассета сататын бір 2 квадраттық бір сөре ғой, енді дөңгіршек. Соны құрдым. Ол кассета сататын орталық қана болған, ол Жаңаөзен деген. Неге Жаңаөзен қойылды, оның жөнінде арнаулы және де айтам. Бірақ бұл жердегі нәрсе сол Жаңаөзен 2 квадрат жерден дамып, кейін 200-дей жаңағы Шинжаңда 200-дей кассета сататын орталық болды кейін. Талай өнерпаздарды сіз халыққа таныстырдыңыз,
Сіз Қытай Халық Республикасында тұратын, сіздің қолыңыздан өткен әнші өнерпаздардың ішінде қадау бір 3 адамның атын айта аласыз ба, мықты деген? Енді бұл жерде Көп адам өтті ғой енді. Қытай Халық Республикасында қазақтардың ішінде Қазақтардың ішінде. көптеген өнер азаматтары болды, көптеген өнерпаздар болды. Менің қолымнан түлеп ұшқандар да болды. Ал енді менімен партнер болып жұмыс жасағандар да болды. Енді жұмыс жасамағандар да болды бірге. Енді оның ішінен барлығын айтатын болсам, енді мүмкін ол 3 адам деген Аз болып қалатын шығар. Мен бүйтіп айтып отырмын ғой, мысалға Мейрамбек, кім, Димаш деп Қазақстанда жұлдыз жанып тұрған, мысалға Мақпал, Роза деп айтамыз ғой. Мен олай деп айта қоймаспын. Мен өйткені мен өзімнің әркімнің бір жерде мынандай нәрсе бар. Өнердің азаматы тек қана жарыста алған жүлдесімен емес, халыққа ұнай ма, ұнамай ма, оған да байланысты нәрсе. Бұл жерде бізде енді үлкен әншілерден айтатын болсақ, әрине Дәлелхан Әділбекұлы, Отанбек Еңсахан бар, біздің осы алдыңғы буын әншілер. Кейінгі буын әншілерді біздің енді айтып жүрміз, енді халық әбден танитын, халықтың арасында звезда болып жүрген Ахметжан, Рабжан бар. Мысалы 3 әнші десең, өзі 3 әнші шығып тұр. Енді қалғанын ары қарай айтпай ақ Қажымұрат Шешенқұл. Сол сияқты енді көптеген өнерпаздар бар ғой. Менің жаңағы Қажымұрат Шешенқұл мен Ахметжан Рабжан өзі менің қолымнан түлеп ұшқан шәкірттер. Сондықтан енді одан басқа да көптеген әншілер болды. Енді оның барлығын біреуін биік, біреуін төмен қоюдан аулақпын. Бәрі де мықты әншілер, бірақ енді өзінің деңгейін көрсетіп, халық арасында өзінің орнын тапқан әнші деп Ана шапшалдық бір Мейрамбекке дауыс ұқсайтын бір әнші бар ғой, кім еді? Бақыткелді Мұқаш. Бақыткелді Мұқаш. Ода тура ешкімнен айтып отырмын ғой, жаңағы сол бірінен бірін кішкене сен түрмен атайын деген сен түрмен атайын барлығы өсіп келе жатыр. Барлығы да осы қазақ еліне келді қазір. Сол осы қазақ елінде өсіп өніп жатыр. Енді қазір шетелде өзі 5 миллионнан аса қандасы тұрады, 34 мемлекетте. Енді оның әркім қайда тұрады өзінің қалауы, әрине. Көшіп келіп жатқаны бар, сол жақта тұрып жатқаны бар, Қазақстаннан көшіп кетіп жатқаны, Америкаға, Еуропада қазақтар бар. Жарайды. Ал енді сіздің сол алып Қытай мемлекетінен, мысалға, экономикасы дамып, осы шарықтап, елді таңғалдырып жатқан елден көшіп кетуіңізге, осы Қазақстанға көшіп келуіңізге не себеп болды? Қандай ішкі сезім болды сізде? Енді негізі менің өзімнің ойымда жеке. Анау университеттің қабырғасында жүргенде осы Қазақстанға келу деген арман бар еді. Анау 91 жылдың өзінде, 91 жыл тәуелсіздік алғанда алған кезде жарылып, қауышқанда қуанып. Әуелі өзіміз сол кездегі студенттік жастық сезіммен Қазақстанның президенті болып тұрған сол кез Нұрсұлтан Әбішұлына хат жазып, ол кезде енді асқақ алаулаған сезім ғой, білмейміз ғой, артық неге апарып соғатынын да білмейміз оны. Сондай болған 98 жылы мен тұңғыш рет қолыма бір жаңағы мемлекеттің жұмысымен баратын паспорт болатын. Сол паспортпен мен Қазақстанға келдім, Алматыға. Инхужау деген. Инхужау дейді ол кезде. Инхужау дейді. Сонымен келдім, бірақ бір 15 күн тұрдым, қайта кеттім. Қолыма паспортны тимей бір 3 жыл өтіп кетті. Содан 3 жыл 5 жылда өтіп кетті. Сосын енді әйтеуір Қазақстанға келу деген ол менің жалпы кішкене жас кезімнен бастап менің арманым болған. Сол армандар сәлемнің де сәті бар деп, мен жаңағы 98 жылы келіп не қыла алмадым, қала алмадым. Сосын 2003 жылы келдім. Сосын кейін менің жұмысым о жақта жалпы осы не саласында, шоу-бизнес саласында жұмысым өркендеп кетті енді. Содан кейін енді бір сәті түскенде келерміз деп, сол 2014 жылы сәті түсті. Менің қызым 1-ші сыныпқа оқитын болды. Сол кезде қазақ тілінде оқысын деген сондай бір ниет болды да, 1-ші сыныпта қазақ тілінен бастасын деп, сонымен барлығын тастадық та, бір-ақ күнде 2014 жылы шілде айында көшіп келіп алдық. Сол. Қазақстанға
келуіңізге себеп сол сіздің елге деген махаббатыңыз, алып ұшқан Ұрпаққа ма? жүрегіңіз болды ғой енді, Сонымен ұрпақты бірге ұрпаққа жалғастыру. ма? Әрине. Иә, қазақ мектебінде оқыса деп. Тура дәл қазірде сол шетте жүрген қандастың бәрі армандайтын Қазақстанға келдіңіз. Сіз өте бақытты азамсыз. Дәл қазір қазақтың қасиетті топырағын табаныңызбен басып, ауасымен демалып отырсыз. 5 миллион қазақ көзі жаудырап шетелде Қазақстанға келе алмай жүр. Бұны маған 98 жылы Алмас Ахметбек деген ақын айтып еді. Ал жаңа Қытайдан келген кезде бәріміз кішкене бір жыл өкпелеп жүреміз ғой, мынау не орыс па, анау ма, мынау да дейміз. Сол кезде айтып еді. Мен соны қандастардың бәріне айтамын. Енді Қазақстаннан сіз осы өмір сүрдіңіз біраз жылдан бері. Не өзгеріс байқадыңыз Қазақстандан? Қазақстанда дамушылық бар ма, өзгеріс бар ма? Енді тұрмыз ба бір орында? Сырт көз сыншы дейді ғой. Негізі Қазақстанның өзгерісін Қазақстанның өз елінен қарағанда біз жақсы байқаймыз. Біз сырттан келген адамдар жақсы байқаймыз. Жақсы осыны көзбен күзетіп келе жатырмыз. Қазақстанның өзгерісі, мен егерде бірінші 98 жылда айтатын болсам, ол 98 жыл мына айтқанда жер мен көктей айырмашылық бар. Мейлі ол жаңа экономика жақтан, мәдениет жақтан, тілдік жақтан барлығынан да үлкен өзгеріс бар. 30 жылда ештеме өзгермеді дегендерге менің таңым бар. Олар мүмкін олардың көзі көрмей ма, жоқ ойы осыған бір ойланбай ма деген сондай бір нем бар. Қазақстанда мен 2014 жылы өзім көшіп келгеннен бастап айтайын, енді арғы жағын айтпай қояйын. Сол кездегі өзгерістерді ұшан теңіз өзгерістері болып жатыр. Жол салынды, қарасаңыз Астана одан бері 3 есе үлкейді. Алматының өзі қанша болып жатыр. Енді халықтың жағдайы қаншалық деңгейде өсті деген сұрақ ол енді нақтылы статистикаға байланысты шығар. Оны мен дәп басып айта алмаймын. Бірақ алайда халықтың еңсесі бұрынғыдан қарағанда көтеріңкі. Сіз өзіңізді қандас, оралман, Қытай деген атаулардың қайсысына жақын көресіз? Жасыратын жоқ, қоғамда ол қашып кеткен кезінде анау мынау деген біртүрлі пропаганда жаман ақпараттар айтып жатқан біреулер болады. Жалпы сіз өзіңізді кім деп сезінесіз? Қандас па, оралман ба, Қытай ма, кім деген қайсысы жүрегіңізге жақын? Әрине. Қайсысы сізге отвращение береді? Қайсысы ұнамайды? Оған мені қандас десе де, оралман десе де бәрібір. Келгенім рас, шеттен келгенім рас. Бірақ мен Қытай емеспін. Мен Қытайдың қазағымын тек қана. Қытайдан келгенім рас болса. Маған әрине қандас деген жүрегіме жақын. Оралман десе ренжімеймін. Өйткені мен осы келгеннен бастап оралман деп келе жатырмын. Мен ешкімге ренжіген емеспін. 58-62 жылдары көшіп келген қазақтарды Қытай деп 40 жыл Қытай болып жүрдік. Ештеңе жоқ сендерге, оралман деген атау берді деп баяғыда айтып жүретін. Кейін қандас деген бір жүрекке жылы тиеді да енді. Сол жағы не шығар. Бірақ жалпы осы қазақты сөйтіп бөлу, қазақты руға бөлу, жерге бөлу, жаңағындай кімге керек осы? Мен ойлаймын, енді ода тұрған үлкен бір мәселе, проблема емес шығар деп те ойлаймын. Өйткені енді бір нәрсе деп атау керек қой енді. Бір нәрсе деп атау керек. Енді ол жақтан келді. Келгеннен кейін оған жалпы бәрібіреуінің атымен атау мүмкін емес. Енді Шымкенттіктен келгенде шымкенттіктер дейді ғой. Мысалы Алматыдан келгенде алматылықтар дейтін шығар, оңтүстіктен келгенде оңтүстікті. Бұл енді шеттен келген қазақ болғаннан кейін шеттен келген деген демей, мүмкін әйтеуір бірден ат қою керек болу керек енді. Оралман деп ат қою керек па, қандас деп ат қою керек па, сондай бір қажеттілік болған болу керек. Оның да мүмкін әбестік жоқ шығар деп ойлаймын. Менің өз көзқарасымда. Елдің алдында жүрген азаматсыз, біраз ішкі Қытайды да көрдіңіз. Шинжаңда енді танымал болдыңыз Қытай қазақтардың арасында. Қазақстанда да осы жаңа әуен деген жаңағы концерт ұйымдастырдыңыз, Республика сарайында дүрілдетіп, хабар арнасында қазір YouTube каналда тұр, тамаша, керемет жұмыс жасадыңыз. Осы жаңа әуенді Қазақстанға әкеліп таныту қаншалықты қиын болды? Негізі мен өз ойымда, мен 2014 жылы көшіп келген кезде мен жаңа әуенмен келіп өзімді танытайын деген ой жоқ болған.
мен басқа болды, мен жаңа өненді Қытайда қалды, өзінің биігінде қалсын да сол мен аяқтайын деп мен басқа кәсіпке кеткенмін. Қазір енді мен Қазсаунд деген арнаулы дыбыс аппараттары, жарық аппараттары, соларды сататын магазиндерім бар. Алматы, Астана, Шымкент, үш қалада мен кәсіпкермін. Сонымен айналысып келе жатқам, бірақ ананы айтты, мынаны айтты, бәрібір сол кезінде істеліп кеткен жаңа өн халықтың көкірегінде, халықтың көкейінде сол беті, сол бір керемет бір әсермен қалып кеткен. Содан кейін жаңа өннің әншілерінің барлығы осы қазақ еліне оралғаннан кейін бірінші әншілерден ұсыныс болды. Екінші осы халықтың ортасында жүрген біздің бұрынғы фанаттардан ұсыныс болды. Осы жаңа өнді қайтадан қолға алсаңыз, қайтадан осы қазақ елінде соны бір дүрілдетсеңіз деп. Сосын жарайды деп сонымен жаңағы былтыр ғой, енді былтыр қайтадан оны аяқ астынан қолға алдық та дүрілдеттік. Енді бұл да маған ешқандай бір кедергі ештеме болған жоқ. Барлығы да қолдау тапты. Неден бірінші Астанада қойдым, екінші Алматыда қойдым. Астанада қойғанда Астана филармонияда қойылды. Ол жерде де Астана қалалық мәдениет басқармасы, Астана қалалық филармония, олардың барлығы да қолдау көрсетті. Енді қалған жұмыс істеу өзімізге байланысты ғой. Алматыда да сондай. Алматыда Республика сарайында сөйлестім. Алматы қалалық мәдениет басқармасы өзімнің осы концерт қоятын жөнімді презентациясын жасау керек екен. Соны жасайын деп мен дайындалып барсам, сол кезде ол Алматы қаласындағы мәдениет басқармасындағы менің істеп жатқан, оның алдында Астанада істеп еткен осы концерт жөнінде істеген жұмыстарым бар ғой. Алдынан жарнамалық жұмыстар, оның бәрінен хабардар екен. Болды, сіздің концертіңіз түсінікті, кете беріңіз, сіз деді. Немді ашпай жатып, уже түсінікті болды оларға. Сонымен рахмет дедім де кеттім. Сол кезде енді айтайын дегенім, жалпы маған жаңа өнді Қазақстанды дүрілдетуге ешкім кедергі болған жоқ. Қайта қолдауын тапты. Хабар телеарнасы тегін өзі түсіріп, тегін таратып берді. Сондықтан ең бастысы осы өнер, шеттен келген қазақтардың өнеріне қолдау қуаттау көрсеткен хабар телеарнасына, және де Алматы қалалық, Астана қалалық мәдениет басқармасына көп рахмет айтқым келеді. Бұдан кейін де жалғасты қолдап жүрсе екен деген үміттемін. Сол. Енді ана концерт Қытайда жүрген кезіңізде талай Қазақстанның жұлдыздары барып концерт қойды ғой Қазақстанға. Талайына сол концерттің қоюына түрткі болдыңыз, талай көмектесіп ұйымдастырдыңыз. Енді мына өткенде концертте де коллаборация жасап, Қазақстан жұлдыздарымен Қытайдан келген әнші балалар жаңағы дуэт айтып жатты. Сол сондай тамаша ұйымдастыру болды. Егер Ербосын қазір той жасай қалса, қанша жұлдыз келуі мүмкін? Бір ысқырығыңызға. Мен енді бір ысқырығыма бәлен келеді деп мен айта алмаймын. Бірінші мен той жасағанда да арнаулы мен сол Қазақстанның жұлдыздарын арнаулы ұсыныс етіп шақырған емеспін. Өз еркімен келіп жатса, қонақ болып келіп жатса, қанекей. Бірақ енді бұл Қазақстанда өнер саласы негізі той бизнеске арналған. Тойға шақырсаң, дұрыс, сенің құрметің үшін келу мүмкін, бірақ оған қарыз болып боласың. Ертең күні оған концерт ұйымдастыру керек болады. Сол сияқты көптеген біраз алмақтың салмағы бар. Сондықтан мен өзімнің 50 жасымды өткізгенде де мен Қазақстанның жұлдыздарын шақырғам жоқ. Өз еркімен келгендері келді. Өз әншілерім келді. Сол қонақ ретінде келді, қонақ ретінде кетті. Сондықтан енді шақырсам келмейді деп айтпаймын. Бірақ қажеттілік болса шақырам, қажеттілік болмаса шақырмаймын. Енді $5,000 келетін әнші бір $2,500 келіп беретін шығар сізге. Енді маған қызық емес бастысы. Енді қазір мысалға қаласақ та қаламасақ та тойдың айналасында өнер адамдары нәпақа тауып жүр, ол рас, жасыратын жоқ. Шоу бизнес деген солай болу керек шығар енді. Қазақтың енді тойы бітпесін әйтеу өнер адамдары сол жерде нәпақа тауып жүр. Жергілікті әншілердің ставкасы деген масқара неше түрлі. Бірақ қандастарда көп, қазір мысалға 1,5 миллионнан астам қандас көшіп келді 30 жылдың ішінде, оның табиғи өсімімен қазір 3 миллион, 4 миллионға жетіп қалды. Тас лақтырсаң оралманның басына тиеді деген әңгіме болды қазір.
жақсы жаман емес. Енді сол сол Қытайдан келген қандас бауырларымыз, Өзбекстаннан келген қандас бауырларымыз бар, әнші мықты. Осы сұраныс бар ма ол кісілерге тойға? Жақсы өтіп жатыр ма? Енді былай деп айтуға болады. Ол танитын барлығы керемет бір сұраныста деп мен айта алмаймын. Біздің осы жолы концерт барысында да біз байқадық. Біз жаңа хабар телеарнасына, ұлттық арнаға біздің әртістерді ұсынған кезде біздің әртістерден Танымайды. негіз танымайды екен. Демек жұмыс істелмеген. Көрдіңіз ба? Демек жұмыс істелмеген. Бұл барысында әртістер өз жұмысын өзі істей алмаған. Оған арнаулы бір продюсер болып оны таныта алмаған. Бұл біздің әртістер танымайды. Ал енді танымағаннан кейін ол әрине жергілікті адамдарда онда сұраныс болмайды, тойға шақырмайды. Ал бірақ жаңағы біздің әртістер қандай десең, осы жаңағы оралманның, қандастың нарығының өзі де Олар жетіп жатыр. өзімен айланып жетіп жатыр да. Сондықтан олар өзінің жандарын нормальный бағып жатыр деп ойлаймын сол арқылы. Енді бірақ әлі де танытамыз. экономистсіз мына кітапты көріп мен қуанып отырмын. Бұл енді өте тамаша нәрсе. Енді сол шетте қалған қандастарыңызға және осы жерге көшіп келген қандастарыңызға нақты бір 3 кеңес айтсаңыз, не айтар едіңіз? Қандай кеңес айтар едіңіз? Қазір келіп алып, кетерін білмей, қаларын білмей қиналып жүрген қандас бар. Сол арғы бетте көшіп келсем қалай болады? Өмір сүріп кете аламын ба, жанбағанбай ма деп ойланып жүрген адамдар бар. Енді сіз сол елден келіп үш жерде өмір сүріп жатсыз, жанбағып жатсыз. Енді сіз не айтар едіңіз? Көшіп келейін деген қандасқа және көшіп келіп алған қандасқа қандай кеңес айтар едіңіз? Енді бірінші айтатын болсақ, көшіп келейін деген қандасқа айтайын. Бірінші көшіп келіп алғанымыз, көшіп келейін деген. Көшіп келейін деген қандастыққа қайтып көрек деген кез келген жерге баруға, бір елден бір елге бару оңай нәрсе емес. Бір ауылдан бір ауылға көшудің өзі қиын. Сондықтан оған дайындықпен келу керек. Мен ардағы кітабымда бір қандастарыма хат деген бір мақалам бар. Сонда бір 8 ба 9 түрлі бір ұсыныс айтқам. Сонда соның ішінде енді бір нәрсені айта кетейін. Көшіп келем деген қандастарға айтатыным, жалпы дайындықпен келу керек. Дайындықпен өзінің екі ұшты болмау керек. Ана жақтағы сататын дүниесін сатып, бәрін ақшаға айналдырып, екіленбеу керек. Екі ойланбау керек. Бұл жаққа келіп алып болмайса қайтып кетем ғой деген ондай ниеттен аулақ болу керек. Ең бастысы сондай. Екі менің құйрығын ұстаған суға кетеді дейді. Суға кетеді. Оған ол бірінші сол идеядан аулақ болу керек. Екінші, бұл жаққа келетін өте жастар үшін айтқанда, жастар орыс тілін үйреніп алған дұрыс. Кириллица жазуды үйрену. Иә, кириллицаны үйрену керек. Осы қазақтың әліппесін үйрену керек. Яғни Қазақстанның кириллица әліппесін үйрену керек, қаттану керек. Бұнда ойбай қазақ екен деп келіп алғанмен бұл жерге келгеннен кейін сауатсыз болып қалады. Жаңағы төте жазу бұл жақта жүрмейді. Ал қытайша мүлдем жүрмейді. Сондықтан қайту керек. Бірінші жаңағы кириллицаны дұрыстап үйреніп, осы кітап оқи алатындай бір деңгейге жету керек. Жаза алмаса да. Ал енді оның сыртында уақыты болып керемет мүмкіндік болмаса, орыс тілін үйреніп келсе, тіпті нұр үстіне нұр. Сол кезде жақсы өмір сүре алады. Енді шындық қой. Бұл жақта біз қаншама уақыт өмір сүрдік, біз орыс тілден қиналдық. Күнделікті тұрмыс, күнделікті өмір орыс тілден айырылмайды. Сондықтан соған дайындалу керек. Енді үшінші нәрсе бір айтатыным, ол жақта істеген кәсібін осы жақта сол беті дөңгелетіп әкеп істеймін деп ондай ойдан аулақ болу керек. Ол екі талай. Бұл жақта ол жақта істеп жүрген кәсіп бұл жаққа келіп үйлесе қалуы. Сондықтан оны емес, негізі адам бір емес бірнеше өнерді меңгеріп келген дұрыс. Жігітке 60 өнер аздық етеді дейді ғой. Сондықтан енді бірнеше өнермен келген дұрыс. Тек қана бір өнермен ғана кеп, осымен жанбағам деп ондай шолақ ойдан аулақ болу керек. Ал енді келіп алғандарға айтарым, келіп алғандар енді бұл жаққа келгеннен кейін не істеймін деп расында қаншама өзі біздің ағайындарды көріп басы қатып жүр.
ең алдымен Қазақстандағы ең Қытайға қарағанда оңай тірлік бір машина алып алса болды ғой. Машина алып алса такси Таксовать етсе де. бала шағасын асырайды. Таксовать еткенге арнаулы бір лицензия сұрап жатқан жоқ бұл мемлекетте, Қытай сияқты. Салық төле деп жатқан жоқ. Салық төле деп жатқан жоқ. Бір еркін. Иә, ең кемінде Дым құрыса дейші. дым құрыса. Болмаса енді өзінің ақшасы болса, қазір енді Қытаймен өте Қытайдан келген қандастар үшін айтқанда өте қолайлы мүмкіндік бар ғой. Қытай тілін біледі, товар сол жақтан келіп жатыр. Интернетке отыра қалып TikTokта дүниесін жасаса да бір компанияға жұмыс былай жетеді. Сондықтан бұл жерге келіп алғаннан кейін не істеймін деп аңтарылып отырмай, бірден біреуге кем дегенде біреуге барып жұмыс істеп, осы жердің қоғамына үйлесіп бір тәжірибе жинау керек. Бірден кәсіп бастап кетпеу керек. Мен соны осы жаңадан көшіп келгендерге ескертем. Бірден кәсіп бастаймын деп оған Ербосын Қытайдан көшіп келді екен деп мына қоғамдық ортаға Ербосынға бейімделмейді. Ербосын амал жоқ осы қоғамдық ортаға бейімделеді. Сондықтан қалайда кімнің кемесіне отырсаң соның өлеңін айтасың деп, сондықтан жаңағы дұрыс не болу керек. Өте дұрыс айттыңыз. Ең бастысы жаңағы ойы дұрыс болып келу керек. Не көрсем де осы елмен бірге көрем. Бітті. Артқа шегінер жол жоқ. Сосын және үшінші бір нәрсені айта салайын. Жаңа үшеу айттың ғой енді. Үшіншісі осы елге келе салғаннан кейін ойбай бірден үй алып алайын деп соған тырыспау керек. Алдымен жұмысын жолға қойып алсын. Үйді сонан кейін үй табылады. Үй бұл жерде Қазақстанда көп. Кез келген жерден үй алуға болады. Иә, сөйтіп құртып алады ақшасын. Иә, ақшасын құртып алмау керек. Ең бүйтеді, еңбек құр болады ғой. Бұл қандастар келгенде қорқып қайтып жанбаған пырлап жүріп, тез байып кетеді өзі. Барлық жағдай жақсы. Ең сорлы оралманның екі бұзаулы сиыр басында үйі бар дейді да. Соны таңғалады ғой жергілікті халық. Енді жергілікті халық енді әйтеуір пенсиясы бар, әкесінің пенсиясы, жерім бар, бірдеңе бар, алаңсыз жүріп, сонымен қалып қойды да қандастар озып кетіп жатыр. Жақсы еңбек, қай жерде еңбек істесең де озасың ғой. Енді сол қандастар мысалға келесі балаға үй алып наған кезде мен айтып жатам ғой, 40 жыл осы жерде тұрып квартира жалдап, сол квартирада қыз ұзатып келін түсіріп жүрген жергілікті халық бар. Содан басың алтын бір жерде күміс емес қой. Келесі басымнан төмен қарай ешкім алтын қоймайды ғой, қиыншылық болады, оның бәріне төзу керек. Солай емес пе? Сөйтіп жаймен осы елге еңбек ету. Басты мақсат осы елге қызмет ету, осы елді көтеру біргілікте. Сондай ниетпен келсе дұрыс болатын шығар. Енді өте тамаша керемет сұхбат болып жатыр. Жалпы мынау өнер жөні бір бөлек. Сіздің маған ұнағаны мынау шағын бизнес шаң қауып қалмасын деген десек деген кітап екен. Бұл жерде мақалалар жинағы. Құрметті көрермендер, осы кітапты алып оқысаңыздар болады қандастар. Сіздерге өте пайдалы ақпараттар бар. Бұл Каспий магазинде бар ма? Иә, Каспий магазиннен именно осы кітапты алып оқыңыздар. Сіздердің жүректеріңізге жылы тиетін, әсіресе қандас бауырларға өте пайдалы ақпараттар, өзі мақалаларын жинақ екен. Енді мына экономика деген өте жаңағы қазіргі уақытта керекті дүние ғой. Мына бизнес жасау үшін экономикадан сауатың болу керек. Қазақ даласы екі алып империяның ортасында тұр, транзиттік қуаты бар, болашағы ресурсқа бай, сондай керемет елде өмір сүріп жатырмыз. Сіз экономист ретінде Қазақстанның болашағына қандай баға берер едіңіз? Болашақта біз Орта Азияның Америкасына айнала аламыз ба? Сондай потенциал бар ма бізде? Қазақта бір мақал бар. Ел ауған жаққа қызыр ауады деген. Қазақстанға кім аумай жатыр? Бүкіл ел ауып жатыр. Тек қана қандас қана келіп жатқан жоқ. Бұған орыс келіп жатыр, басқа келіп жатыр, Қытай келіп жатыр, бәрі келіп жатыр. Демек, Қазақстан саяси жүйесі тұрақты, экономикалық даму процесі алға қарай кетіп бара жатқан, артқа қарай емес, алға қарай өсіп кетіп бара жатқан жалпы даму үстіндегі сондай бір тұрақты ел. Сондықтан да жалпы бүкіл әлемнің адамы Қазақстанға ағылып жатыр. Америка неге Америка болды? Америкада бүкіл көшпенділер келді. Сол ел керемет болғаннан кейін бүкіл әлемнің халқы сол елге қарай ұмтылып жатыр.
Ал егерде біз жаман болатын болсақ, Қазақстан жаман болатын болса, бізге ол жаңағы Қытайың да келмейді, орысың да келмейді, ешкімің де келмейді. Керек болса қандасың да келмейді. Егер осындай жағдай бізде үздіксіз қалыптасатын болса, тұрақтылық, экономикалық даму, сосын саяси жаңғырулар үздіксіз сақталатын болса, онда біз жаңа өзің айтпақшы, Орта Азияның Америкасы болуға бізге де кеш емес. Әрине олдан зор үміт бар. Енді сіз жаңа келгенде сізге шеттету болды ма? Қазіргі уақытта мынандайда бір жылдары баяғыда Союздың кезінде орыстың қылышынан қан тамып тұрған кезде Алматыға қазақтарға прописка бермейді дейді. Біздің жергілікті ағайын әңгіме қылып отырады ғой. Осы жақын уақыттан бері қаратай қандастарға Алматы облысына, оңтүстік Қазақстанға, жаңағы Маңғыстауға деген сияқты жаңағы қоныстануға, азаматтық алуға, құжаттануға ешқандай рұқсатты алып тастады. Тек белгіленген аймақтарға дейді. Ол кісілер енді мысалға өзінің қаражатымен мемлекеттің бірдеңе бөліп пойыз, самолет жіберіп көшіріп әкеліп жатқан жоқ. Өзінің үйін сатып, мал жанын сатып, өз қаражатымен келіп жаңағы қоныстанайын десе, енді Алматы облысында көп қандастар келіп алған, ағайын туыс сол жерде. Енді қазір солтүстік жағалап жүр. Сол жаңағы Союздың кезіндегі бір қазаққа прописка бермей қойған сияқты бір шеттету болып жатыр ма, не болып жатыр? Бұл уақытылы ма? Қалай сіздің ойыңыз осы мәселеге? Енді мына пилоттық жоба деп жатыр ғой. Пилоттық жобаның өзі сынақ ретінде, қазақша айтқанда сынақ ретінде ғой. Біздің енді Қытайдың қазақтарына, шеттен келген қазақтарға түсінікті болу үшін осы сөздің мақсаты, мәнісі уақытылы сынақ ретінде алып барылған жоба деген сөз. Пилоттық жоба деген сөз. Бұл неге сынақ ретінде? Сынақ ретінде жаңағы Алматы облысында әрине көп массасы көп қандастар. Масса көп. Жұмысты орналастыру жалпы жақтан өткені әлеуметтік жағдай күрделесіп барады о жағында. Ал енді солтүстік облыстарда адам аз болу деген сөз, ол стратегиялық қауіпсіздік деген сөз. Баяғыда мен бір сұхбат бергем, Қазақстан қазаққа толмай жаңағы нағыз тәуелсіздік орнамайды деп. Сол егерде шынымен егерде біз солтүстікті қазаққа толтырмасақ, шекарамыз ашық-шашық жатса, ал ондай болса біз енді бұл нағыз тәуелсіздікке жете аламыз ба? Жау жоқ деме, жар астында үй өзімдікі деме, үй артында кісі бар деп қазақ соның барлығын бекер айтпаған. Сондықтан біздің енді солтүстікке көшіру бұл үлкен стратегия. Енді онсыз да біз енді өз Қытайда өскен кезде осы Қытайларды Шинжанға қалай көшіріп әкелді, оның жөнінде егерде көз қарақты халық барлығын біледі. Қалай көшіріп әкелді, қалай сынақ жасалды, қалай жұмыс жасалды. Ал енді сол сияқты біздің де осы мемлекеттің осы солтүстікке көшіру жөніндегі бір қолданып отырған саясат деп есептеймін. Мүмкін біреуге жаңағы шеттету, мүмкін біреуге қақпайлау болмаса кемсіту сияқты болып сезілетін шығар. Бірақ мен ондай есептемеймін. Жалпы мен қазіргі мемлекеттің мен осы солтүстікке көшіру бойынша бағытын қолдаймын. Бірақ бір жерде бір мәселе бар. Біз бәрін бір таяқпен ұрып жықпауымыз керек. Сен егерде қаражатың болып басса, қаражатың болып Алматыға болмаса өзіңнің, сен бизнесменсің, Алматыға бәлен инвестиция салатындай мүмкіндігің болса, қаншама адамды жұмыспен қамтитын мүмкіндігің болса, енді сондай адамдарды да бір таяқпен ұрып жығып солтүстікке бар, болмаса саған азаматтық бермейміз дейтін болса, ол онда мемлекет үшін айтқанда жоғалту. Екінші, ол ресурсты ысырап ету. Ол шеттен келген дайын ресурс. Сондықтан бұл жағын бөліп қарау керек. Өтемеді ғылыми қызметкерлер, енді әрине сен қаншама Қытайдан келіп жатқан профессорды,
Қытайдан келіп жатқан мықты өнер азаматы, ал енді басқа бизнесмен, соларды апарып сен солтүстікке барып соған тірлік етесің, болмаса азамат болмайсың десе, ол енді ақылға үйлеспейді. Бұл ресурсты сарып ету. Қадап үш түрлі қандастардың Қазақстанға әкелетін пайдасын айта аласыз ба? Үш түрлі. Енді қандастардың Қадап, қысқа. ал қандастар Қазақстанға не әкелді? Біз егер анау 90 жылда ойлайтын болсақ, Қазақстанның қазіргі несін, жүйесін, экономикалық жүйесін өзгертті. Нарықтық жүйеге көшуіне, мал шаруашылық, мысалы мал шаруашылық күйреп қалды. Мал шаруашылыққа соның орнын келді да қандастар бастады. Қаншама мал шаруашылық, мал базарды ұстап тұр. Монғолиядан қандастар мебель саласын ұстап тұр. Осында қандастар стройканы ұстап тұр. Экономикалық жүйе, нарықтық жүйеде арнаулы осы өзіміздің қандастардың үлесі зор болды. Бұл жағында енді осы бірінші экономикалық несе. Енді екінші саяси әлеуметтік жағдайын айтатын болсақ, біздің осы тілдік жүйеміздің өзгеруіне де осы қандастардың себебі болды. Қазақ тілінің мәртебесінің жоғарылауына біз қандастар келгеннен кейін, о қандастардың өзі 1,5 миллион халық деп келген айтқанмен, оның ұрпағымен қосқанда ол әзір 3 миллион, былай 3 миллион халық болды. 3 миллион халық деген 20 миллион халықтың 7-ден 1 деген сөз. 7-ден 1 адам ол тілдік өзгеріс алып келмеу мүмкін емес. Оған әсер етпеу мүмкін емес. Демографиялық өсім жаңағы ұлттық мемлекеттің қалыптасуына тәуелсіздік алған кезде қазақ 40% болған. Назарбаев мен үшіншісін соны айтайын деп отыр едім ғой. Жаңағы тілдік не болса, енді қарасаңыз үшіншісі ана демографиялық өсім. Біз тәуелсіздік кезінде қанша өдік? 40%-ке жетпейтін едік. Енді қазір 75%-ға жеттік. 75% енді әлі-ақ 80%-ға жетеміз. 90%-ға жетсек, тіл, анау-мынау деген проблема болмайды. Проблема емес. Сондықтан бұл қандастардың үлесі осы үш жағының өзі жетіп асады деп ойлаймын. Енді одан басқа да кәсіпкерлік саласында, ғылым саласында жеткен жетістіктерді оның бәрін тізіп айтсақ онда көп шығар. Басты нәрсе бізде осы үш саланың өзі Қазақстанның стратегиялық қауіпсіздігіне, оның тәуелсіздігінің нығаюына зор үлес қосты деп айта аламын. Өте тамаша. Енді мен жалпы сізге қоятын сұрақтарымды негізінен қойып болдым. Әттеген ай осыны айтуым керек еді осы студияда деген өзіңіздің ойыңызда жүрген бір әңгімеңіз болса айтсаңыз. Осы бір нәрсе, мынаны айта кетейікші. Жалпы екеуміз жаңа әңгімелескенде айттық қой. Біз осы пилоттық жоба не үшін қолға алынды? Не үшін сосын солтүстікке көшіру мәселесі дегенде, осы біздің осы қандастарға осы биліктің көзқарасы өзгерді ме, өзгермеді ме деген сондай бір сұрақ болсын. Мен соны айтайын деп отырмын. Өйткені бізде бір нәрсе жеткіліксіз. Бірінші, Қазақстанды жаңа Қытайға таныту жеткіліксіз да, ал енді қандастарды билікке таныту жеткіліксіз. Қандастардың тұрмыс тіршілігін, үлесін, Қазақстанға жасап жатқан еңбегін осы Қазақстанның халқымен билікке жеткізу жеткіліксіз. Қазақ айтады, танымасын сыйламас дейді. Біз өзіміз танытамай жатырмыз. Мен осы жолғы Жаңаөзен концертінде не қойдым? Елге қайту деген бір не бар? Менде шағын сахналық қойылым бар. Сонда Америкадан келген қазақ ғалымы 91 жылы Қазақстан тәуелсіз болды деген кезде жаңағы әйеліне айтады да, әйелін иландырып, ол басқа ұлттың өкілі ғой әйелінде. Сонымен келеді. Сол арасында диалог бар несінде. Сонда сөйтіп ол кейін осы келгеннен қиыншылық көрді, айтты битті, бірақ соңында ол негізі бір поэма. Менің әкемнің идеясы менікі несін бойынша. Сосын оны мен сахналық кішкене шағын көрініс қылып алып шықтым. Ел деген шапалақ шалып, кейбіреу көзіне жас алып отырып көрді. Онда сол келді да, келгеннен кейін мысалы Назарбаев университеті сияқты 60-70
ғалымдарды жинап алып үлкен жетістіктер жасап жатыр. Мысалы Нұршат Тоқаевтың ғылыми кеңесшісі Нұршат Назарбаев прототип сол. Келді да Назарбаев университетінде 60-70 адам бар. Қаншама бүкіл мұнайды оңай қазып алудың әдісін тапқырлады. Сосын жаңағы дәріні тапқырлап жатыр. Давлениені, қан басым дәрісін. Сосын сол сияқты қазір істеліп жатқан жұмыс енді іс жүзінде біз қарапайым адамдар біле бермейді. Енді ол кісінің несін неғып күн көрсең, ұшан теңіз жұмыстар істеліп жатыр. Ол сияқты қазақтарымыз біздің жетерлік қандастар. Бірақ оны білмейді. Сізден соңғы сұрақ болсын. Осы подкасттың келесі қонағының кім болғанын қалар едіңіз? Қай саладан болсын, мейлі экономика, өнер, жаңағы бизнес саласындағы осы қандастарды, мәртебелі қандастар деген Айдарға қонаққа шақырып жатырмын кезекпен. Әрине сіз сияқты белгілі азаматтардан бастап, жай қарапайым еңбек адамдарына дейін осы студияда сұхбат беретін болады. Бұл сериямен кете береді. Сіз кімді ұсынар едіңіз? Егер ғылым жақтан болатын болса, мен жаңағы Нұршат Нұражын ұсынатын едім. Назарбаев университетіндегі. Ол сияқты. Қай елден келген азамат ол? Америкадан ба? Америкадан келген азамат. Бірақ Америкадан келгенде біздің өзі Қытайдың қазағы ғой. Қандасымыз. Қандасымыз. Негеде 90-ші жылы кеткен Америкаға. Сол 90-ші жылы ол талант 14 жасында университетке түскен бала болды. 14 жасында университетке түсіп, сосын оқып 19 жасында университетті бітіріп, 21 жасында жаңағы ғылым Звянкосуенда сода істеп, сосын арға Америкаға кетіп, қай жылдық, мысалы 69 жыл ма, 70 жыл, 69 жылдың жетті. Ұшан теңіз жұмыстар, сосын жақтағы нені қойып қойып, Назарбаев университетіне кеп, сонда Нұршаттың бір айтқан нәрсе бар да, мен келгеннен кейін ешкімнен ештемесі сұраған жоқпын дейді. Мен өзім мемлекеттік, мені ойбай, мен ғалым едім, мені құрметте деп, мен ешкімнен талап қылған жоқпын дейді. Мемлекеттің тапсырмасы несі бойынша тендерді мен ұтып алдым дейді. Ұтып алдым, сол бойынша мен істеп жатырмын. Мен ешкімге өкпем де жоқ, ренішім де жоқ, мен ұтып алдым, өзім кәсіпкер ретінде бір жағынан істеп жатырмын дейді. Сондықтан біз көзқарасты қайтуымыз керек, жалпы өзгертуіміз керек. Ана кісінің Нұршат ағаның айтқан сөзімен есептейтін болсаңыз, әркім өзінің несін ешкімге өкпелемей, ренжімей, әркім өз жұмысын жасаса өзін керек болса тартып алу керек. Өйткені ол жаңағы Нұршаттың несінде ол жарайды. Ана Америкада ол деген неше $100,000 істеп жатқан адам ғой. Бірақ оның патриоттық несімен келіп қалған ғой. Сезіммен келіп қалған кезде мына жақта $5,000 айлықпен келген ғой. $5,000 деп, жарайды, $5,000 болса да келейін деп келген. $100,000 алып тұрған адам, ол $100,000 алып тұрған адам $5,000 келгеннен кейін жаңағы шарт жағдайлардың қарағанда ол дұрыс емес та. Бірақ содан бұл ойлаған жоқ, мемлекетте қандай мүмкіндік бар, сосын қараған, сөйтсе мемлекетте бүкіл ғылым, жоғары ғылым техниканың бойынша жариялатын тендер, қорғайтын тақырыптар бар ғой, ғылыми. Қаражат бөлініп қойған. Оны алатын ешкім жоқ дейді. Вот соны алатын, соны қорғап алу керек енді. Қорғап алған қазір Назарбаев университетінде 60 адам оның жеке тәжірибе, жеке компания анау. Ол біраз Назарбаев университетінің несі емес. Жеке жобасы, жеке компанияда отыр. Жеке компания алып өңкей доктор. Осындай қаншама азаматтар бар. Құрметті көрермен, біздің мәртебелі қандастар Айдарының келесі қонағы кім болғанын қалайсыз? Сіз кімді білесіз? Төменге пікіріңізді қалдырып жазыңыз. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қымбат. Ербосын мырзамен тамаша сұхбат болды. Ербосын мырза, мына алтындай уақытыңызды, мынау уақыт жоқ заман ғой қазір. Балапан басына тұрымтай тұсында жүрген кезде алтындай уақытыңызды қиып студияға келіп сұхбаттасқаныңызға рахмет. Сіздің ел үшін
жасап жатқан еңбегіңіз жансын, қазақтың мәртебесі биік болсын, өнеріңіз өсе берсін. Сіз сияқты елім жерім деп шынайы дұрыс мақсатымен келген, арт жағына алаңдамайтын, түзу ниетті қандастарымыз Қазақстанда көбейе берсін, қазақ елі өсе берсін, аман болайық.